Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын творог жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Әртүрлі қоспасыз магазиннің творогынан әлде қайда пайдалы. Сіз де менімен бірге жасап көріңіз. Өте оңай дайындалады. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз. Отымыздың асты орташа отта болуы қажет. Сүтіміз жылынғаннан соң үстінен айранымызды құйып араластырамыз. Бізде осылай қайнайды. Қайнаған кезінде осылай сары сулары бетіне шыға бастайды. Барлығын осылай араластырамыз. Астын баяу отта қойып, осылай барлық сары суларын аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің творогымыздың дайын болып қалуына аз ғана уақыт қалды. Осымен біздің творогымыз дайын. Өте оңай дайындалады. Магазиннің творогынан әлде қайда пайдалы, ешқандай химиялық қоспасыз. Өзіңізге ұнайтындай етіп құмшекер сеуіп жей берсеңіздер болады. Менің видеоларым ұнап жатса лайк басып, тіркеліп, қоңырау басуды ұмытпаңыздар.